ата-аналарыңыз сіздің балаңызда үстініне жала шығу не үшін екен айтпайын. Ол үшін ата-аналар сіздер түсінбейсіңдер. Ал олар фастфуд жейді, латяу, тәттілер, чупа-чус дегендер жейтін балдарға мен түсіндірем. Ал ол жара шыққанда ол неденке айтем. Бұл салат қосып жемейді. Салатты істеріне не бар ке айт берейін. Витамин бар. Іштерінде құрт таппайды. Ет шыққанда құрттармен шығып кетеді. Сосын сіз сосын осындай дәрі ішіңіз, қазір көрсетемін. Осындай дәрі ішіңіз, сосын ішіңіз құрттамайды. Ал екінші дәрім бар, мен ішетін. Бұл жара шықпайды, бетіне, аяғына, ол кайф. И осындай крем жағыңыз. Осындай. Бұл не істейді? Тоже жараны кетіреді и тез кетіп қалады. Осыны сеппеңіз. Атима, осыны өше сеппеңіз. Мен осыны себем деп аргел ашып кеттім. Адамдарда бөлек шықпайды. Менікі бөлек. Түсінді шығар. Ал, сен пока, енді біз қайтадан түсіреміз.